күйеу жыныстық қатынас кезінде қынабын бәрін айырып жыртып тастаған маленький, но удаленький болып тұр ғой бұл жігіттер. Примерно даже 5 сантиметрден үлкен болса, зона G-ға жетеді. Жыныс мүшенің үлкен, ұзын, жуан немесе қысқа болуы, кішкентай болуы жыныстық қатынастың сапасына әсер етеді ма? Көптеген еркектерде де, әйелдерде де сондай бір миф бар ойларында. Яғни жыныс мүше ұзын болса, үлкен болса, оргазм күшті болады деп ойлайды. Даже кішкентай кезінде балалар өздерінің жыныс мүшелерін партаның үстіне қойып, өлшеп карандашпен кімдікі ұзын, кімдікі қысқа, кімдікі жуан. Сонымен жарысатын жағдайларда болып жатады. Ер азаматтардан естіп жатамыз сондай жағдайларда. Ерлерден бөлек әйелдерде де сондай бір прям жыныс мүшесі ұзын, дәу болса, мен оргазм күшті сезінемін деген ой болуы мүмкін. Бірақ шындығына келген кезде қыздар, оргазм алу оған вообще байланысы жоқ. Себебі әйелдің оргазм алуы ол тек қана мүшені жаңағы қынапқа кіргізумен ғана алмайды. Әйел адам оған дейінгі процесс, яғни сүйу, құшақтау, жылы сөз айту, эрогенді зоналарын жаңағы ұстаудан ләззат алады. Оған дейінгі процесстен. Және қынаптық оргазм деген бар, бірақ қынаптық оргазм ол қалай болады? Қынаптың іші ол солай жаратылған, тек қана қынаптың кіреберісінде көптеген сезімтал талшықтар бар. Зона G ол қынаптың кіреберіс бөлігінде, қынаптың алдыңғы қабырғасында орналасады зона G. Вот сол арқылы қынапқа кіргізген кезде половой член әйел оргазм алады. Половой член ол примерно даже 5 сантиметрден үлкен болса, зона G-ға жетеді. Ал енді половой член үлкен болса, әйелдің қынабы кішкентай болып жатады кейде. Особенно бойы кішкентай қыздарда қынабы да кішкентай, бойы ұзын қыздарда қынабы да ұзын болып жатады. Особенно Африка мемлекеттерінде половой члендері де үлкен болады. Және қынаптары да үлкен болады. Ну, сәйкесінше. Ал Азия халықтарында сәйкесінше кішірек болады. Сол үшін сіз жаңа үлкен болып кетсе жыныс мүшесі, кірген кезде жатырдың мойны бар, қынаптың ішінде түпкі жағында жатыр мойны бар. Соған половой член тиетін болса, онда керісінше әйелге дискомфортын, ауру сезімін тудыруы мүмкін. Және жыныстық қатынастан ол жерде ләззат алмайды, керісінше ауру сезім болғандықтан ол қашып жүреді. Сондықтан үлкен, жуан болуы соншалықты маңызды емес. Көп жағдайда ол еркектің жыныстық қатынас кезінде әйелге не ұнайтынын, қалай жасау керектігін білсе, және өзіңіз де жыныстық қатынас кезінде өзіңізді еркін ұстап, сізге не ұнайды, не ұнамайды, өзіңіздің эрогенді зоналарыңызды білсеңіз, сол арқылы жыныстық қатынастан ләззат ала аласыз. Ал барлығын еркектің жыныс мүшесіне ысырып тастап, менің күйеуімдікі кішкентай, сол үшін оргазм алмаймын деп отыру ол дұрыс емес. Қыздар, осындай тема, өйткені көпшіліктеріңіз бұл теманы сұрайсыздар. Сондықтан жыныс мүшенің үлкен болуы, кішкентай болуы сіздің оргазм алуыңызға қатты ықпал етпейді. Еркек адамдар комплекс ұстамай-ақ қойыңыздар. Бұл жерде әйелдің расслаблениясы, босаңсу өте маңызды. Өйткені менің тәжірибемде осындай бір оқиға болған. Біз ол кезде әлі студентпіз. Роддом бар, роддомда дежурствода жүреміз, және жанында гинекология бар. Гинекология бір әйел кровотечениемен түседі, жаңағы күйеу жыныстық қатынас кезінде қынабын бәрін айырып жыртып тастаған, енді невозможно да. Сосын бәріміз экстренно бізге қызық, жүгіріп барамыз, қараймыз. Сосын бұның күйеуі қандай екен, жаңа қынапты жыртып жіберетіндей қандай бір великан еркек шығар деп ойладық да. Ертесі күні әйеліне тамақтасып, сүйрейіп күйеуі келеді. Бойы кішкентай ғана шешен жігіт, сонда айтамыз, маленький, но удаленький болып тұр ғой бұл жігіт деп. Сол айтқандай, ол жерде ер адамның жаңағы ұзын болса, оның члені де ұзын, бойы кішкентай болса, половой члені кішкентай, ұзын, жуан деген әңгіме жоқ. Ол бір стандарт жоқ, халықаралық мынанша сантиметр болу керек деген. Яғни 5 сантиметрден ұзын болса, ол сізді қанағаттандыра алады. Сондықтан ешқандай күйеуіңіздің жыныс мүшесін көріп комплекс ұстап, или жігіттер менікі кішкентай, қалай қанағаттандырам деудің қажеті жоқ. Бұл жерде сіздің эрогенді зоналарды білуіңіз, әйелдің ағзасын білуіңіз өте маңызды. Сексологиялық білім арттырамыз. Ол үшін біздің Instagram парақшаға тіркелеміз.